Еңбек адамы ел тірегі, әсіресе қайнаған өндірісте білімді, білекті жұмыскердің төккен тері Қазақстанның әлеуметін арттыруда. Осы орайда облыстық Сарыарқа телеарнасының Саржайлау кинотеатрымен бірлескен тәуелсіздік ұрпақтары жобасы аясында металлургтер жайлы сюжеттер топтамасын назарларыңызға ұсынамыз. Алғашқы кейіпкеріміз жезқазғандық Нұржан Қойшыбеков. Қазақмыс корпорациясына қарасты құю механикалық зауыттың жұмысын дөңгелетіп жүрген кәсіби маман металлургпен әріптесім Айзада Оразханқызы жүздесіп қайтты. Бұл құйма өндірістердің сапасына байланысты фабрика, медзауыттар жұмыс істейді. Бізге берілген жүк ауыр, орасан. Нұржан Қойшыбековтың жұмысы негізі 8-де басталады. Алайда Қазақмыс корпорациясына қарасты құю механикалық зауыттың бас металлургіне артылған жүк ауыр, міндет зор. Сондықтан таңғы 7-ден өндіріс орнын аралап, түнгі ауысым жұмысын қабылдап алады. Еңбекқорлық, өз мамандығын сүю, жауапкершілік, сондай осы осындай дәрежеге жетуге болады деп ойлаймын. Осы тәуелсіздіктің дамуына біз себепші болып жатырмыз деп ойлаймын. Өйткені біздің шығарып жатқан өнімдер тікелей сыртқа рынокқа шықпай жатса да, біз соған себепші болып отырмыз. Өзіміз өнеркәсіп, мыс қорыту зауыты, байыту фабрикасы кеншілерге өзіміздің өнімімізді беріп жатырмыз. Соның арқасында олар жұмыстарын істеп тұр. Білімді, білікті, тәжірибелі маман. Мұндай қызметкерлерге сұраныс қашанда жоғары. Кәсіпорында жұмыс істеген 10 жылда Нұржан Рамазанұлы бірде-бір рет сөгіс алмаған. Керісінше асқан жауапкершілігі мен еңбекқорлығы бастысы әділдігі үшін әріптестер арасында сыйлы, басшылық тарапынан да бағаланып жатады. Қарапайым шеберден бас металлург дәрежесіне жетуі оның кәсібилігінің айқын көрінісі. Қазір осы заводтағы бүкіл құйылатын темір болсын, мынау ағаш бұйымдарының жасау формалары болсын, осы кісінің қарамағында тікелей жауап беретін осы кісі. Өйткені бұл құю механикалық заводына шығатын бүкіл зат осы корпорацияның заказдарының алға жетілуіне, осылардың сапасының тікелей байланысты. Осылардың сапасы, осылардың өз мәнінде уақытында шығуы осы Нұржанға көп байланысты. Алып кәсіпорындағы жұмыс оңай емес. Мұндағы мамандарға жеп отырған қарананы таза маңдай термен келеді. Құю механикалық зауыттың өркендеуіне қосқан үлесі үшін Нұржан Қойшыбеков 3-ші дәрежелі еңбек даңқы төс белгісімен марапатталды. Десе де 600-ге жоқ еңбеккердің жұмысын ұйытып отырған металлург ең басты жетістігім кешкілік жұмыстан күтіп алатын 6 қызым дейді. Олардың мінезі болаттай берік, төзімділігі темірдей мықты. Алпауыт күш иелері, олар ерекше санаттағы топ, металлургтер. Тау қопарып, жер қазып, денсаулығы мен өмірін тәуекелге етіп, мына сіз бен біздің қамсыз өмірімізді қамтамасыз етуде. Менің бүгінгі кейіпкерім ерен еңбектің бір ғана мысалы, оның мыңдаған әріптесі Қазақстанның игілігі үшін тер төгуде. Тас, металл бағындырған майталмандарға қанша қошемет көрсетсек те аздық етеді. Айзада Оразханқызы, Нұрбол Аментұлы, Сарыарқа жаңалықтары, Жезқазған қаласынан.